Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама, видеома қош келдіңіздер. Және сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Менде 220 подписчик болды. Енді үлкен алғысымды білдіремін. Және де жақында 250, 230, тіпті сұр батырмаға, алтын батырмаға дейін жете берейік дегім келеді. Себебі расымен де мен блогер болғанымды өте қатты жақсы көремін. Және мен енді ғана дамып келе жатқандықтан сіздің көмегіңіз артық болмайды. Егер тіркелмеген болсаңыз, қызыл кнопканы басып, подписаться деген жазуды басып, менің арнама тіркеліп кетті ұмытпаңыз. Және де бүгінгі видео осы 220 подписчик болғанына орай сіздерге арнап отырмын. Және өте қысқа нұсқа видео, ол қалай бәріне үлгерсем болады. Яғни бұл қазіргі өзекті тақырып деп ойлаймын. Сабақтарыңыз бар, жұмыстарыңыз бар, үйдің шаруалары бар, және осындай қосалқы өздеріңіздің істейтін шаруаларыңыз бар. Олардың бәріне қалай үлгерсем болады, бүгінгі видеода сол туралы айтатын боламын. Өте қызықты видео болмақ. Видеоны аяғына дейін қарап, осы видеоға лайк басып, өз пікірімді қалдырыңыз. Достар, бәріне үлгеру үшін ең алдымен сіздерге ерте тұру керек және ерте жату керек. Иә, сіздерге барлығы айтатын шығар, бірақ расымен де ерте жату арқылы таңертең ерте тұра аласыздар. Себебі ерте тұрсаңыздар, істеріңіз де ерте бітетін болады. Сол үшін де ерте тұрыңыздар. Және мысалы түрде ерте жатыңыздар. Сіз сағат мысалы 12-де уже төсекте болуыңыз керек, ұйықтап жатуыңыз керек. Ал содан кейін таңертең ерте тұрыңыздар. Ерте тұрсаңыздар, істеріңіз де тез бітетін болады. Бұл енді түсінікті деп ойлаймын, ерте тұру, ерте жату. Достар, мен сіздерге беретін екінші әдісім ол жоспарлау. Яғни сіз жоспарлау арқылы өзіңіздің уақытыңыздың қай жақта кетіп жатқанын және қай жерге кетіп жатқанын, яғни уақыттың тиімділігін анықтай алатын боласыз. Сіз жоспарлау енді түсінікті деп ойлаймын. Барлық кәсіпкерлердің, үлкен миллионерлердің де үстелінде өздерінің күнделіктері жатыр. Мысалы, мен осындай дневник, сіздер де осындай өздеріңізге бір блокнот болмаса да, өзіңіздің уақытыңызды жоспарлай алатын телефонға жоспарласаңыздар да болады. Яғни күніңізді жоспарлаңыздар. Себебі жоспарлау арқылы үлкен бір іс деп айтсам да болады. Таңертең және жоспарлаған кезде уақытыңызбен жоспарлаңыздар. Және таңертең мысалы түрде қиын жұмыстарды қойған дұрыс, ал түсте кішкене оңайырақ. Ал кешке қарай қарапайым жұмыстарды қойыңыздар. Неге қарапайым? Кешке қарай миы шыны керек энергия көп кетпейтіндей жұмыстарды қойғандарыңыз дұрыс деп түсінемін. Ал таңертең кішкене өте қиындау жұмыстарыңызды орындай аласыздар. Яғни таңертең миымыз біздің таза болып оянады. Сол үшін де сіздерге бір берер кеңесім, күндеріңізді жоспарлаңыздар. Жоспарлау арқылы бәрін де біле аласыздар, уақытыңызды үнемдей аласыздар. Келесі енді достар, ол өте оңай деп ойлаймын, марапат. Яғни сіздер үшінші әдіс марапаттау. Сіздер мысалы түрде мен осы қазір мысалы өзіңізге бір шоколад алып келіп қойсаңыздар болады. Мысалы түрде мен қазір осы мәтінді көшіріп біткеннен кейін осы шоколадты жеймін деп өздеріңізге бір кішігірім марапаттап тұрсаңыздар, бұл үлкен керемет мотивация боларына сенемін. Себебі мысалы түрде мен осы есепті шығарып біткеннен кейін, немесе осы видеоны түсіріп біткеннен кейін мен осы шоколадты жеймін деген сияқты өздеріңізге бір кішігірім марапаттасаңыздар, ол сіздерге үлкен жеңісін әкелетін болады және соны үнемі қайталап жүретіндеріңізге сенемін. Ең соңғы әдіс ол үзіліс, яғни үзіліс 5-10 минут болса да үзіліс жариялаңыздар. Сіздер кешке дейін уақытты жоспарлау керек, мынаны істеу керек деп етудің қажеті жоқ. Сіздерге тіпті болмаса бір 5-10 минут, жоқ 5-10 минут болса да өздеріңізге бір үзіліс жариялаңыздар. Осынша мысалы 8-де тұрсаңыздар, содан кейін бір 9-да жұмысқа жетсеңіздер, соның арасында бір 5 минутта бір демалып, тынығып, тым болмаса бір суларын ішуге, яғни жалпы айтқанда 5-10 минутыңызды демалысқа арнаңыздар. Үзіліс керек, сіздерге де үзіліс керек. Тіпті мысалы түрде бір апта жұмыс жасасаңыздар, осының суббота күні сабақтарыңыз жоқ, үйдің жұмыстарын істесеңіздер, жексенбі күні сіздерге демалыс болу керек, полный день демалыс. Жұмысты ойламауларыңыз керек. Менің ойымша бір күн демалып алсаңыздар, миларыңыз кәдімгідей тынығып сіздерге рахмет айтатын болады деп сенемін. Сол үшін де демалыс міндетті түрде үзіліс керек. Осы менің видеом аяқталды және сіздерге осы видео ұнап жатса міндетті түрде лайк басып, осы видеоға, осы менің арнама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Және бүгінгі видеода өте пайдалы кеңестер айтылды деген сенімдемін, достар. Және де
менің тағы да сіздерге айтарым, ол менің YouTube арнама тіркеліп, менің блогер дамуымды қолдап кетесіздер деген ойдамын. Себебі мен расымен де 220 подписчик болған өте қатты қуандым, және де менің YouTube арнамда наконец-то 761 просмотр жиналды осы видеомда. Сол үшін сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Және де тезірек менің арнамды дамытып, бірге дамиық. Сол кезде мен сіздерге өте қызықты видеолар түсіретін боламын. Енді сіздерге осындай пайдалы видео түсіріп жүрмін. Барынша активный болуға тырысып та жатырмын, және сіздердің активный болып жатқандарыңызды да көріп жатырмын. Сол үшін сіздерге үлкен рахмет. Және де менің арманым 230-250 тіркелушіге жеткізіп жіберсеңіздер. Ал енді барлықтарыңызға сау болыңыздар.